Bismillah, assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадай Жарқынбекұлы. Осыдан бірнеше сағат бұрын Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов Қазақстанда екі коронавируспен жұғымдалған ауру тіркелгенін мәлімдеді. Яғни, бүгінгі Жандарбек Бекшин бас санитарлық дәрігердің болжамы іске асты. Олардың жаңағындай құдасын күтіп жүргендей конкурмен жариялаған мәліметті шындыққа айналды. Жалпысы. Енді біз бұған күлуден көрі әрине уайымымыз басым болмақ. Дәрігер ретінде, одан кейін осы қазақтың бір азаматы ретінде әрине өз елімізге осындай бір әлемді шарпыған індеттің келіп жетуі біздің қабырғамызды қайыстыратыны анық. Дегенмен де енді келетін жау келді, жететін ауру жетті. Солардың мәліметіне сенсек, жалпысы ол енді жаңағы сырттан келген аурулар Қазақстан азаматы. Біреусі сол 9 наурыз күні Германиядан ұшып келген, тағы біреусі кеше 12 наурыз күні ол да Германиядан ұшақпен ұшып келген. Жалпы екі реткі ұшақта әр реткісінде неше адамнан жолаушы келген. Бірінші реткісі 9 наурыз күні келген ұшақтағылар қазір қайда екені белгісіз. Енді оларды іздеп тауып жаңағындай оқшауландырып карантинге аламыз деп отыр. Ал енді кеше келген ұшақтағы жолаушылардың барлығын карантинге алып, оқшаулап, яғни нақтылы сол больницаларда оқшаулау жұмысын іске асырған екен. Министрдің сөзіне сенсек. Енді бұл ауру Қазақстанда сонымен тіркеліп, ресми ақпарат бойынша жарияланды. Осыған байланысты біз нақтылы енді алдымызда бізді бір үлкен қауіпті жағдайлар десек те болады, төтенше жағдай десек те болады, күтіп тұрғаны бәріміздің көзіміз жетті болған анық. Осыдан 2 күн бұрын ақш-тың Медрексев медициналық ғылыми сайтында бір мақала жарияланды. Оны жариялаушылар ақш-тың Йель университеті мен Принстон университетінің вирусты зерттеу орталығының мамандары. Бұл екі университеті әлемге аты әйгілі даңқты университет. Бұлардың осы сайтта жарияланған мақалалары жалпысы өте осындай осы саладағы ең беделді зерттеу нәтижелерін көрсетеді деуге болады. Сол мақалада зерттеу нәтижесінде жарияланғанда осы жаңа типтегі тәжірибесіндес вирустың әрқайсысы заттарда немесе әрқайсысы орталарда қаншалықты өмір сүретіні туралы айтылған. Соның ішінде біріншісі осы вирус жаңағы ауа көпіршіктерінде, мысалы ауа түйіршіктерінде. Ол ауа түйіршіктері дегеніміз өзіміз жазда қарайтын болсақ, бір күн түсіп тұрған жерлерде, азырақ көлеңке пайда болған жерлерде, көлеңке мен күннің аралығындағы бір бостықтарда шаң тозаңдар көрінеді. Түйіршіктер осыны меңзейді. Сол түйіршіктегі осы вирустың өмір сүру мерзімі 3 сағатқа дейін. Ал екіншісі мыс металл жабдықтарының сыртында ең ұзақ болғанда 4 сағатқа дейін өмір сүреді. Үшіншісі қағаз материалдар, яғни салфетканың сыртында 24 сағатқа дейін өмір сүре алады. Төртіншісі пластикалық заттар, яғни жаңағы салафан, сосын болат материалдарды жабдықтардың сыртында 3-4 күнге дейін өмір сүре алатыны айтылған. Демек, осындай өмір сүру мерзіміне байланысты ең маңызды қорытынды бұдан шығатын жаңағы үйде істетілетін немесе сол медициналық орталықтарда осы металл жабдықтардың, әсіресе қатты заттардың сыртын дезинфекциялау мен тазалау өте маңызды екендігін көрсетеді. Бұған қатысты дезинфекциялау туралы өткенгі видеоларымыз айтқан болатынбыз. Сол арадан тауып, осыған қатысты мәліметтерді тыңдап, осыны практикалық тұрғыдан іске асыруларыңыз өте қажет болып табылады. Енді бұл осы уақытқа дейін айтылып келе жатыр. Бұл аурудың, бұл осы вирустың жұғудың басты жолдары тыныс жолдарындағы ауа көпіршіктері арқылы тарайды, жұғымдалады. Содан кейін екіншісі
ошол жанасуу аркылуу, яғни осы вирустар жаңағы 4 түрлі ортаны айттық қой, мысалға сол жерлерде өмір сүреді деп, сол өмір сүріп жатқан сол беттерге, сол жанасуу беттеріне жанасуу аркылуу осы ауру жугумдалат. Осының нәтижесінде тағы бір қорытынды, сол тағы да қайталап айтатынымыз қолды жуу. Сосын қолдың тазалығынан кейін қолды ауызға, мұрынға, бетке, одан кейін жаңағындай жанасатын жерлерге апара бермеу. Бұл өте маңызды болып табылады. Өйткені осыдан сақтанбағанда вирусты тасымалдау қаупі артады. Ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Ең үлкен жаңалығымыз енді өкінішке орай сол індеттің елімізге кіруі болып табылды. Алла елімізді осы вирустан, осы індеттен өз аман есен алып шықсын. Ауырмайық ағайын. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болайық.